Ассалаумағалейкум достар, қалайсыңдар сендер? Бұл бақыт достар. Chihuahua, Видео, солтүстік. яғни өзімнің гильяма обзор жасайтын боламын. Гильям балалардың сетіне, аккаунтына қарап обзор жасайды. 1-ден 10-ға дейін баға беретін боламын. Ал сендер осы видеоға лайк басып, комментарий қойыңдар. Кейінгі видео қандай болсын, оны жазып кетіңдер. Ал гильяға келдік. Менің гильям Fast Gaming деген гилья, ол ютубердің гильясы, яғни Баха Гаминг деген ютубердің гильясы. Қазір бірінші болып балалардың сетінен бастайтын боламын. Так, біздің бірінші көретін аккаунтымыз QueerDeed деген аккаунт екен. Кабретине 12 мәрте мастер, Боритиннен 6 мәрте мастер болған екен. 63-ші уровень, 4115 лайк екен аккаунтында. Міне 2 эволюциясы бар екен. М40 пен AK-47 эволюциясы бар екен. Нормальный аккаунт екен. Так, сетіне келетін болсақ, 1-ден 4 беретін боламын. Нормальный сет, катанасы бар екен. Неше пропуск ашылған? Тек бір пропускқа ашылған екен. Летний пропусктан бастап ойнаған екен. Ал прайм 3 екен. Аккаунтында прайм 3 екен. Нормальный аржаларда ойнаған екен. Список желаниясын қарайтын болсақ, бізде черный баталасын жақсы көретін, хип-хопты, мынандай масканы, сакураны жақсы көретін, көкшаны аңғыларынан жақсы көретін екен. Так, 10 жыл деген титул шықты ма не? Кейінгі аккаунт Торф деген аккаунт бала екен. Ол мәрте эксперт, 1 мәрте ме эксперт, 4 мәрте эксперт болған екен. Общий 10 мәрте екен. Кабрейтинде 11 мәрте ойнаған екен. 11 мәрте мастерге шыққан. Сетіне баға беріп кететін болсақ, 56-ші уровень, 1964 лайк. Аккаунтында жасыл штами ангелы бар екен. Бандит бар екен аккаунттың ішінде, нормальный екен. Так, сетіне баға беріп кететін болсақ, 1-ден 6 деген баға беретін боламын. Нормальный сет, фастерский деп айтамын, маскасы келіспейған. Бірақ барысқа жағынан нормальный сет құраған екен. Прайм 3 екен. Так, аржаларын ойнайтын аржаларын өздеріңіз көріп кетіңдер. Так, көп аржаларды ойнаған екен. Список желаниясын көретін болсақ, бұл жерде мынандай наборлар жақсы көретін екен. AK-47 эволюция, мынандай келетін анимация, мынаныкі, мынандай анимациялар, эмоциялар, М40-лар, тағы басқаларды жақсы көретін екен. Оларды жақсы көретін екен. Так, 1-ден 6 деген баға беріп кеттім болған. Кейінгі бала бұл Зарпайп. Бұның сетіне баға беретін 57-ші уровень, 2383 лайк екен. Аккаунтында кабретинге 8 мәрте мастер болған, Боритинге 7 мәрте мастер болған екен. Сетіне келетін болсақ, 1-ден 2 деген баға беретін, онша кеспеген екен. Ерге хедшот пенен терминатор деген жазу қойған екен, бірақ кабретинде 49% тек берген екен. Ал ойнаған аржалары, көбінейтін аржалар міне. Сылар көбінейтін аржалар. Список желаниясын көріп кететін болса, Old эмоция, қызыл юмпи екен. Күлетін лоу эмоция екен, жақсы көрген эмоциялары. Жақсы список желаниясы. Оған 1-ден 2 деген баға беретін болған. 10 сетеміз екен. Кейінгісі Экзе бізде де, яғни нормаль очко жинайтын бала. 28-ші уровень, 2570 лайк. Аккаунтты Экзе жүректі көтті. Боритинде 13 мәрте мастер болған, ал кабрейтинде болса 7 мәрте мастер болған екен. Прайм 3 екен бұл баланың аккаунтында. Аружалары, міне ойнаған аружалары. Көп аружаларды ойнаған екен, жақсы. Список желаниясын көретін болсақ, мынандай самолеттен түсетін зат, эмоциялар, олдовский эмоция и мынандай костюм олдовский. Ешкімде жоқ, әлемде тек бір ғана адамда бар костюм. Кейінгісі Бернал деген бала.
бұл яғни 59 уровень 2809 лайк екен аккаунтында. Так қарекең сила деп жазып қойған екен. Бұл рейтингде 10 мәрте мастер болған, каб рейтингде есе 9 мәрте мастер болған екен. Прайм алмас салмаған аккаунтында өз күшімен көтеріп кеткен екен. Оружияларын көріп кететін болсақ, міне мынандай оружиялармен ойнаған аккаунтында. Список желаниясын көретін болсақ, бұлам көп заттар жақсы көретін. Мынандай набор, эмоциялар, кулак, стенка, оружие скиллер, мынандай таздан шыққан штанян, қызыл штанян, духсовый оружие скин, олдовский эмоция, лоу эмоция. Бұлам қызыл емпи жақсы көретін екен. Список желаниясы. Ал сетіне келетін болсақ, 1-ден 3 деген баға беретін болам. Бұл дұрыс сет емес, тек шапкасы кеспеген, басқа жерлеріне нормаль сет құраған екен. Ойнап жүргеніне 1 жыл болған екен. Кейінгі аккаунтымыз Қырфанто. Бұл менімше қыз емес, тек просто қыздың сетін киіп тұрған бала екен. 27 уровень екен, аккаунты 2440 лайк. Таздан шыққан штаниянгларын түсірген, каб рейтингде 7 мәрте мастер болған. Ал есе бордингде 7 мәрте мастер болған екен. Аккаунтын көріп жатсақ, қолында қандай оружие ұстаған, МП-ға шыққан таздан оружие ұстаған екен. Так оружияларын көріп кететін болсақ, міне мынандай оружиялармен ойнаған екен аккаунтында. Бүгінше меніңше 5-10 адамдікін көретін боламыз, сетін бағалайтын боламыз. Наборларды список желаниясын көретін болсақ, 3 набор жақсы көрген екен. Жасыл штанангла жақсы екен. Мынау қазақский шапан, 3 емпиге скин, мына бір эмоциянам список желаниясына қойған екен. Кейінгі аккаунт китайский бір аккаунт, китайский 4 бұл рейтингнен 8 мәрте мастер болған, ал каб рейтингде 7 мәрте мастер болған екен. 57 уровень 2107 лайк екен. Аккаунтында Мадара бар екен, Нарутоның кезінде алған екен. Так пропустларын көретін болсақ, пропусттың ешқайсысын ашпаған. Прайм 1 екен, хедшотермен терминатор деген жазу бар екен. Бұның бірінші прайм. Сетін баға беріп кететін болсақ, 1-ден 5 деген сетін беретін болды. Тек киімі кеспеген болмаса, басқа жерден жақсы құраған екен. Сеттің бәрін оружияларынан оружияларды ойнаған, жақсы ойнаған екен. Дракон рюкзак, список желаниясында дракон рюкзак, аяқ киім, штанлар, киімлер, эмоциялар. Так скар эволюцияны жақсы көретін, ака эволюция, мынандай хип-хоп Сакураның, Рагнарёк, Ақшаш, Иньян, Юмпи, Алтоғылтырбаш, Сакура, Сақал, соларға лайк басып қойған екен. Ол эмоциялардан жақсы көреткен бұл баламсам. Лоу эмоция, Қарабаталаска, Юмпиге скиннен жақсы көретін екен. Кейінгі біздерде Вильямстың лидері Баха Гамми аккаунтына обзор. 16 уровень екен, ал 81 уровень 38513 лайка бар екен. Мынандай эмоциялар, Баха гейминг деген бір бала мені жалған қареген. Праймы 4, эволюциясы бар екен, 5 уровень М40, мынандай трон эмоциялары да бар екен. Пропустларын бәрін ашып келген. Элитный пропусттан нормалында ашып келген. Мына элитный пропусттан басап ойнаған екен. Сетіне баға беретін болсам, Маклареннің сетін киіп жүреді. Бұл рейтингнен 16 мәрте мастер, ал каб рейтингнен 16 мәрте мастер, бұл рейтингнен 15 мәрте мастер болған екен. Праймы 4, мынандай бір оқлаға оружиеға скины ұстап алған екен. Оружияларын көріп кететін болсақ, мынандай оружиялармен ойнаған. Мынандай АК бар екен, аккаунтының ішінде мынандай ауық бар екен, олдовский, мынау бар екен. Список желаниясын көретін болсақ, Скар Титанды жақсы көретін екен. Скар Титанды жақсы көретін екен. Олдовский. Кейінгісі Айка деген бар қыз. Вильямстың лидер. Уровень 7323 лайк бар екен. Каб рейтингнен 8 мәрте мастер болған, ал бұл рейтингнен 13 мәрте мастер болған екен. Не Қарақалпақстан балапан дейді, Қарақалпақ. Бірінші прайм болған. Оружиялары міне. Ас-80 ойнаған екен.
Магоммен жақсы ойнаған екен. Список желанияларын көретін болсақ, Глен, Олдовский, Аватар Капонлар. Мына екеуі жақында шығатын Аватар Капонлар. Так, мына екеуі Олдовский, Аватар Капон. Кейінгісі біздерде Назарбаев екен. Қолына акыржет эволюция. Мынаның сетін бағалап Айканы сеті 11 рет болам. Қызаған. Кейінгісі Назарбаев біздерде тоже ол нормальный фастерский игрок. 18 мәрте кабрейтинге мастер болған, 10 мәрте боритинге болған екен. 67 уровень, 8212 лайк бар екен. 2 эволюциясы бар екен аккаунтында. Мынандай Олдовский киім бар екен. Пропусктардан келетін болсақ, 1-2 бояқ пропуск ашқан, ал эретин пропусктан көп ашқан екен. Біздерде мынандай пиратский неден ойнаған екен. Пропусктан басап, эретин пропусктан басап ойнаған. Праймы 4 екен. Сетіне баға беріп кететін болсақ, ондан 10 беретін боламыз. Зор сет, пастерский қылып сет құраған. Аружаларынан келетін болсақ, мынандай аружалармен ойнаған екен көп. Список желаниясын көретін болсақ, 10 жыл деген титулды арманлайды екен. Арманыңа жет. 7 жыл ойнаған екен өзі. Так, кейінгісі Айем Паха деген болған. Бұлам пастерский құраған. 10-10 беретін болам болған. Сетіне де. Так, міне, мынандай эмоциялар One Punch Man'ның эмоциясы бар екен. 5 жыл ойнаған екен, 2 эволюциясы, 1 абемге скині бар екен. Мынандай эмоциялар көп екен, 1 флагы бар екен. Бояқ пропуск ашпаған, ал эретний пропусктан ашқан екен. 67 уровень, 9418 лайк, боритинге 15 мәрте мастер, ал кабретинге 20 мәрте мастер екен. Прайм екен. Мынандай аружалармен көп ойнаған. М5-тан көп UMP, Скар 3, Акыр 7 4-мен жақсы ойнаған екен. Список желаниясын көретін болсақ, бұда список желаниясы мынандай аура деген келетін зат. Анимациялар жақсы көретін, эмоциялар бар екен жақсы көретінен. Опач мен Драбаш жақсы көретін, мынандайды Саршын Әңгіла, Ақшаш, Рагнарёк, басқа эмоциялардан жақсы көретін, аружаға скиллерден жақсы көретін. Мына Коштане Ангеланың заты киімлері общий. Мынау Олдовский эмоциялар, мынау киімлер Олдовский, мынау Олдовский эмоция. Мынау бәрі Олдовский эмоция біздерде. Аккаунт желаниясына қойған екен. Оны 15 пастерский кейінгі аккаунт біздерде Бұниятбек ең арғы аккаунтымыз Бұниятбек. Назар пайдам көретін болапсыз. Бұниятбек 65 уровень, кабрейтинге 16 мәрте мастер, боритинге 13 мәрте мастер екен. 6325 лайка бар екен аккаунттың ішінде. Мынандай эмоциялар бар екен. Терминатор Хичорте деген жазу бар екен. 3 тане ангеласы бар екен. Бояқ пропусктан 4 ойына қашқан, ал эретний пропусктан 1 ойына қашқан екен. Бесплатный берілген эретний пропустқа ойнаған екен. Мындай аружалармен көп ойнаған. Скар эволюциясы берген аккаунттың ішінде. Список желаниясын көретін болсақ, Олдовский Сакураны жақсы көретін екен, қойған екен. Ал мынандай эмоцияларын қойған екен аккаунттың ішінде. Лоу эмоциясын қойған екен. Кейінгісі Зарипбаев. 66 уровень екен аккаунтта, 7762 лайк, 1 эволюциясы бар екен, UMP-ге скиллері бар екен, эмоцияларда бар екен. Кабрейтинге 15 мәрте мастер болған екен, ал боритинге болса 15 мәрте екөнім келген. 66 уровень, прайм 3 екен, 10-10 беретін боламыз сетіне. Нормальный құраған. Список желанияларына Глен 3 тане ангелалар қойған екен. Аружалары болса міне, аружалардың осындай скиллерді қойған, ойнаған көп скиллерменен. Так, мынаның сетіне 10-10 беретін, 10-9 беретін боламын сетке. Айем Король, Алпамыс деген балалар бар. Міне, көптеген балалар бар. Ал мен осы жерден видеоны аяқтаймын. Сендер осы видеоға лайк басып кетіңдер. Кейінгі видеомызда қандай болатынын жазып кетіңдер. Қош, саламат болыңдар. Видеоға лайк басып кетіңдер. Подписчикті жасаудан ұмытпаңдар.